Қайырлы күн баршаңызға. Жаздың ыстық күнінде әрі сусын, әрі тағам ретінде қолданылатын осы жүгері көженің жасалу жолын көрсетейін. Жүгерілері жұмсақ, әрі өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қолдап тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Алдымен осылай базарда сатылатын түйілген осылай ақ және сары жүгерілерді қоқымдарынан жібіген жүгеріміздің үстіне осылай салқын суымыздан құйып үлкендеу ыдысқа құямыз және баяу отта 2-3 сағат көлемінде қайнатамыз. Қайнау барысында көлемі азайып, осылай қоймалжың күйге енеді. Дәміне қарай тұз қосуды ұмытпаңыздар. Енді толықтай суыту керек. Толықтай суыған жүгеріміз осылай қоюланады. Енді мен осылай кішкене табаққа бөлек алдым. Дәміне қарай өздеріңіз құрт жасайтын кәдімгі сүзбені езіп құюға болады, немесе айранды жақсылап тұрып шайқап қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз қосуды ұмытпаңыздар. Егер жүгерлеріңіз қатты болып қалатын болса, осылай жібітіп бір күн бұрын осылай жасап көріңіздер. Егер видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп қолдап қоюларыңызды сұраймын. Ас болсын.